Қайырлы күн баршаңызға. Оқушыларға тақырыпты талқылауға арналған 4 әдіспен таныстырамын. Видеоға лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бірінші әдіс сөйлейтін таяқшалар әдісі. Әр топ оқушыларына балмұздақ таяқшаларын береміз. Тек таяқшаны ұстаған оқушы ғана өзінің шағын тобымен ой бөлісе алады. Оқушылар осылай кезектесіп жауап беруге дағдыланады, тыңдаушы болуға, белсенді тыңдаушы болуға жаттығады. Екінші әдіс байланыс желілері әдісі. Оқушыларды екі қатарға тұрғызып, бір-біріне қаратып қою қажет. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі оқушы серіктес. Олар бір-біріне нұсқау негізінде жауап беруі керек. Бұл оқушыларға әдетте сыныпта араласпаған басқа оқушылармен қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Үшінші әдіс нөмірленген қалпақшалар әдісі. Шағын топтарда әр оқушыға сан жазылған қалпақша беріледі. Содан кейін оқушылар санды қалпақшасы бойынша жұптаймыз. Мысалы, бірлері жаттығу үшін жиналады, немесе 3 пен 5-тік жаттығу үшін жиналады. Бірге жұптасқан оқушылар мұғалім тапсырмаларын бірге орындайтын болады. Төртінші әдіс А-Б серіктестері әдісі. Әр оқушының алдына А немесе Б деп карточка қалдырасыз. Басқа әріптерді қолдануға да болады. Карточка арқылы оқушылар жұптасып, мұғалім сұрақтарына жауап береді. Әдістер ұнаған болса арнама тіркеліп, колокольчик белгісін басып қойыңыз. Сау болыңыздар.